Ал енді өзімізде егерде біз осы 49 жылы шыққан КСРО кезіндегі Қазақстан тарихын алсақ, онда кішкентай ғана бір кітапша ретінде шыққан, сол жерде жазылған. Қазақстан жеріне ең бірінші алғашқы адамдар, тайпалар тек қана 7000 жыл бұрын ғана келген, қоныстанған, ал келген жолы тек қана мына Русь жақтан деп. Ал енді менің ұстазым студенттік кезіндегі Хасан Алпысбаев 53 жылдары өткен ғасырдың соңында зерттеп, Қаратау жотасында табылған тұрақтар, бөрі қазған, тәңір қазған, жердің бетіндегі жатқан осындай меки тас құрылдар, олар енді салыстырма түрде анықтағаны, ол осы ертедегі тас дәуірінде палеолитте жасалынған, ал бірақ мына табиғатқа байланысты сол тас құралдар жердің бетінде жатыр. Оны осыдан көп болса бір 450 мың жыл бұрын адамдар болған деп зерттеп кетті. Ал мен өзім енді осы 92 жылдан бастап Ресейде өзім оқығаннан кейін сол орыс әріптестерімен осы күнге дейін экспедиция жүргізіп жүрміз. Сол Қаратау жотасынан тапқанымыз Қызылтау деген тұрақ, мысалы келтіріп кетейін. Ол енді мына ұзындығы 50 шақырымдар, ені 5-6 шақырымға дейін тас құралдар жердің бетінде жатыр. Неге десеңіз, өйткені шикізат сол жерде Қаратау жотасында табылған. Сосын қазіргі Биліккөл мен Ақкөл арасы 60-70 шақырым болса да, ал бұрын бұл бір көл болған үлкен. Сол көлдің жағасында адамдар қоныстанған. Су тартыла бергеннен кейін жақындай берген. Сонымен егерде біз көне жәдігерлер іздейтін болсақ, онда судан алысырақ іздеуіміз керек биік жерлерде. Сонымен біз кітап шығарғанбыз. Енді тағы да бір тұрақ, Қошқорған, Шоқтас деген тұрақтар бар. Бұлақтың маңайында табылған, оны 9 метр тереңдікке дейін біз қазып зерттегеніміз. Сол жердегі табылған мүйіз тұмсықтың сүйегі, одан кейін түйеқұстың жұмыртқасының қабығы, одан кейін неше түрлі тағы аңдардың сүйектері табылған. Оны лабораторияда анализ жасап нақты дәлелдедік. 510 мың жыл бұрын ол жерде адамдар пайда болғаннан. Ал енді тағы да бірнеше экспедициямен қазір біз бүкіл Қазақстанды зерттеп жүрміз. Оны кейінірек айтамын. Әсіресе Маңғыстауда, одан кейін Мұғалжар таудың етегі, солтүстік Балқаштың жағасы, Қаратау жотасы табылып атқан жәдігерлер осыдан миллион жыл бұрын жасалынған. Оны біз жалғыз ол менің пікірім емес, ал біріккен экспедициялардың нәтижесі пікірі. Жаңа алғашқыда айтып кеттім, біздің кішкентай кітапша КСРОда шыққан осы Қазақстанға байланысты орыстар ең алғашқы Русь жақтан келді десе, ал енді сол орыстармен зерттеп біз қазір айтып отқанымыз, Қазақстан осы тас дәуірінде бір орталық болған, осы жерге адамдар келіп жан жаққа тараған. Европа, Америка, мысалы Шығыс Азияға. Өйткені өзім бір 25 мемлекетте ЮНЕСКО шақыруымен баяндама, одан кейін лекция оқыдым. Қалай Америка қоныстанған, қалай Европаға адамдар барған, мына Шығыс Азияға қалай барғандар, бәрі оны келісіп отыр онымен. Өйткені қазіргі Қазақстандағы табылып атқан жәдігерлер өте қызықтырады шетелдік мамандарды.